Құрметті оқушылар, бүгін біз Назарбаев зияткерлік мектептеріне дайындалу үшін жарық көрген математика оқулығының қатынас және пропорция тақырыбындағы 3-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде өте қарапайым есеп пропорцияны шеш дейді, яғни мына берілген x-ті табуымыз керек. 5-ші сыныптың бағдарламасы бойынша пропорция тақырыбын еске түсіретін болсақ, пропорция дегеніміз ол сандар қатынасының теңдіктері. Яғни, егер мынадай қатынас беріліп тұрса, А бөлінген Б тең С бөлінген Д, онда мынадай қасиет аламыз. Яғни, сыртқы мүшелер А көбейтілген Д, А көбейтілген Д, ол тең болып, ішкі мүшелері Б көбейтілген С. Дәл осындай тәртіппен біз мына теңдеуді шығарамыз. Яғни, бұл жағдайда бізге не беріледі? X минус 8 жақшада көбейтілген тағы бір сыртқы мүшесі, ол бізде 5,3-1 тең болады. Ішкі мүшелерінің көбейтіндісі. Бұл жерде 11,7-ден 4 көбейтілген 27-ден 8. 27-8. Енді бұл қарапайым теңдеу, яғни екі жағын біз x-ті табу үшін қолданамыз. X минус 8 тең болады. Мынау аралас санды жай бөлшекке көбейту үшін алдымен біз аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру керекпіз. Сондықтан бұл жерде 11,7-ден 4 дегеніміз 7-ден 11-ді 7-ге көбейтеміз, 77, қосылған 4, 81 болады. Көбейтілген 27-де 8 қала береді. Көбейтілген, негізі біз мына санға бөлеміз. Мына 2 санды көбейтіп, 5,3-ден 1-ге бөлсек, x минус 8 шығады. Ал бөлеміз 5,3-ден 1. Біз бөлгенде де оны бұрыс бөлшекке айналдырып, алым мен бөлімінің алмастырамыз. Яғни, бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 5,3-ден 1 3-ден 5-ті 3-ге көбейтеміз. 15 қосылған 1, 16, 3-ден 16. Ал алым мен бөлімін орнын алмастырғанда 16-дан 3 пайда. Жақсы. Келесі. X минус 8 тең. Қысқаратын бөлшектерді табылайық. Бұл жерде 81 мен 27 қысқарады. 27 қысқарады. Бұл жаққа жазып отырайық. 81 мен 27 ол 3 қалады. Алымда 3. Тағы міне 8 мен 16 қысқарады. Бөлімде 2 қалады. Солай ғой. Бөлімде 2. 3 пен 7 қысқармайды, сондықтан алымына көбейтіледі 3, бөліміне көбейтіледі 7. Сонда бізде x минус 8 тең болады 14-тен бөлімі 14, алымы 9. 14-тен 9. Керемет. Келесі, қандай саннан 8-ді азайтқанда 14-тен 9 шығатынын табу үшін біз x тең 8-ді 14-тен 9-ға қосамыз. Яғни 8 бүтін 14-тен 9. Сонымен біздің жауабымыз Д.